орталығына қош келдіңіздер. Біз қазір сіздермен тәжірибе жасаймыз, иә? Тәжірибе жасайсың ба менімен бірге? Тәжірибе жасап қойып, балаларды зерттеу орталығының ең бірінші ережесін танысайық, иә? Осы зерттеу орталығындағы сұйықтықтар мен сұйықтықтарды ішуге болмайды, иә? Яғни көруге болмайды, мына денемізге тигізуге болмайды, иә? Өйткені күйіп қалып зиян болады. Сондықтан зерттеу жұмысы жасағанда біз ұқыпты, мұқият, асықпай жасаймыз, иә? Ең бірінші біз қазір балалар сіздердің стакандарыңызға мен су құямын, 3 глоток. Су, міне, су құямын. Қазір енді судың үстіне біз балалар өсімдік майын құямын. Бізде өсімдік майы, иә? Білеміз ғой? Қараңдар балалар, енді өсімдік майын құйғанда су қандай күйде болды? Абылмансыр қарай бақ. Өсімдік майы суға батып кетті ме? Әлде жоғарыдағы үстінде қалды ма? Батты ма өсімдік майы? Балалар, батты ма? Қараңдар. Иә, батты. Батты ма? Жоқ, ұштап қараңдар, бетінде тұр ғой. Қарамаса, бетінде тұр ғой міне. Өсімдікті, иә? Міне, бетінде тұр, қараймыз. Ұштап қараймыз, аңғардай отырып қараңдар балалар. Міне, мынау су, Абылмансыр, мынау өсімдік майы, көрдіңдер ме? Енді осы өсімдік майына балалар қасықты ұстаймыз және бояуды саламыз. Бояуды салыңдар. Саламыз, бояуды сал. Сосын қараймыз тағы да салғаннан кейін. Қандай күйге енді бізде? Ал Абылмансыр. Араластым. Саламыз. Салыңдар. Енді қара. Қандай күйде? Нелер бар үстінде? Сал. Саламыз. Үстінде нелер бар? Нелер бар? Мына қара, үстін қара. Әділі қарасын. Не бар? Осы шариктарды төменге түсіру үшін біз қазір үстіне тұз себеміз. Қане? Прямо тұз алыңдар. Иә, бұл тұз. Тұз себемде сонда не істеді шариктарымыз? Қараңдар. Не істеді шариктары? Шарик не істеді? Қара, шарик жарылып жатыр. Көрдің бе? Жарылып төмен түсіп жатыр. Қане жарамыз тағы да шариктарды. Тұз сепсек бізде шаригіміз не істеді? Жарылды. Иә, өсімдік майы сол күйінде қалды. Көрдіңдер ме? Өте жақсы. Ас содасы және сірке суы, иә? Қазір сіздермен ас содасы мен сірке суы және екеуін араластырсақ, қандай құбылыс болатынын көреміз, иә? Мына балаларына бөтелкелерде сендерде ас содасы сірке суы құйылған. Оны иіскемейміз, иә? Қатты иіскеуге болмайды. Оны біз қалай жасаймыз? Мына шар арқылы жасаймыз. Мына шарды қолмен бірлесек алып өте көп күш керек, иә? Енді бұл шардың ішіне сендерге мынандай ас содасы салынған, міне ас содасы бар. Көрдіңдер ме? Ұстасаңдар көрінеді. Осы ас соданы үрлеу үшін біз мына бөтелкеге бөтелкенің аузына шарикті не істейміз? Бүйтіп жабыстырамыз. Не істейміз? Аха. Енді қане шарикті былай көтереміз ас соданы. Сірке суына құямыз былай көтеріп. Сол кезде көтеріп отырсыз. Шарик бізде үрлену керек. Аделя істеп. Қара, көрдің бе қара? Надувать сам надувать. Меня тоже. Істеп, өзі көтереді шарикті, көтереді сірке суына. Көрдіңдер ме? Шариктарымыз үрленіп жатыр. Үрленді ме? Қайда шапырақтаймыз? Көрдіңдер ме? Ас содасы қояды, үйде бірақ сірке су ас содасын үлкендердің рұқсатынсыз қолдануға болмайды. Жақсы ма? Берер сіздерге ұнады ма? Иә. Не істедік бүгін? Не істедік? Ауастық. Не қолдандық? Су, иә? Сосын өсімдік. Несі мынау? Майы, мынау не? Мынау не? Сірке суы, иә? Сосын ас содасы, иә? Осы құбылыстарды бәрін біріктірсек, қандай бізде құбылыс шығатынын бақыладық, иә? Сіздерге болашақта тәжірибе жасағым келеді ме тағы да? Да. Өте жақсы, сіздерге көптен көп рахмет балалар.